Алматы мемлекеттік көлік және коммуникациялар колледжі. Вагондар мен рефрижераторлы жылжымалы құрамды пайдалану, техникалық қызмет көрсету және жөндеу мамандығы бойынша арнайы пәндер оқытушысы Өмірбекова Марина Нұрлановна. Жүк және жолаушылар тасымалдауды ұйымдастыру пәні. Сабақтың тақырыбы тасымалдау процесі туралы жалпы түсінік. Сабақтың мақсаты жүк және жолаушылар тасымалын ұйымдастыруда тасымалдаудың түрлері және теміржолдың жаңа деңгейдегі инфрақұрылымын танып, толық мәліметтер алу. Жүктерді теміржол көлігімен тасымалдау ол кең таралған тасымалдау түрлерінің бірі болып табылады. Теміржол көлігі жүк жөнелтушілер теміржол әкімшілігіне берген жүктерді тасымалдауға арналған өтінімдерге сәйкес жүзеге асырылады. Жүк вагондары мен контейнерлерде тасымалдау үшін белгіленген тәртіппен қабылданған объект, соның ішінде өнімдер, заттар, минералдар, материалдар, шикізаттар, тұтыну қалдықтары жатады. Жүк жөнелтуші тасымалдау шарты бойынша өз атынан немесе жүктің, багаждың, жүк багажының иесінің атынан әрекет ететін және тасымалдау құжатында көрсетілген жеке немесе заңды тұлға. Жүктерді тұрақты тасымалдау үшін жүк жөнелтушілер мен теміржолда тасымалды ұйымдастыру туралы ұзақ мерзімді келісімдер жасай алады. Тасымалдауды ұйымдастыру туралы келісімдер төмендегідей: трафиктің көлемі, көлік құралдарын ұсынудың және тауарларды тасымалдауға ұсынудың шарттары, есеп айырысу туралы тәртіп. Жүк қабылдаушы жүкті, багажды және жүк багажын алуға міндетті өкілетті жеке немесе заңды тұлға. Теміржол көлігін пайдаланушы теміржол көлігінде теміржол көлігі ұйымдары мен жеке кәсіпкерлер көрсететін қызметтерді пайдаланатын жолаушы, жүк жөнелтуші, жүк алушы немесе жеке заңды тұлға. Тасымалдаушы жалпыға ортақ пайдаланылатын теміржол көлігімен тасымалдау шарты бойынша жолаушыны жіберуші сеніп тапсырған жүкті, багажды жүк багажын жөнелту пунктінен керекті пунктке дейін жеткізу, сондай-ақ жүк, багаж немесе жүк багажын жүк алушыға беру міндетін өз мойнына алған заңды немесе жеке кәсіпкер. Тасымалдау процесі жолаушыларды, жүкті, багажды және жүк багажын теміржол көлігімен тасымалдауды дайындау, жүзеге асыру және аяқтау кезінде орындалатын ұйымдастырушылық және технологиялық өзара байланысты операциялардың жиынтығы. Теміржолдың инфрақұрылымы бұл жалпыға ортақ теміржол жолдары мен басқа құрылымдарды қамтитын технологиялық кешен. Теміржол станциялары, электрмен жабдықтау құрылғысы, байланыс желілері, сигнал беру жүйелері, орталықтандыру ақпараттары және трафикті басқару жүйесі осы кешеннің жұмыс істеуін қамтамасыз ететін басқа да міндеттер, құрылымдар, құрылғылар жатады. Көлік логистикасына негізделген интеграцияланған көлік технологиялық жүйелерді құру кезінде ең тиімді тасымалдау процесі жүзеге асырылады. Логистика бұл тауар айналымы процесінде материалдық және ақпараттық ағындарды басқару теориясы мен практикасы. Көліктік логистиканың классикалық системасы үш қатысушыны біріктіреді. Олар жеткізуші, тасымалдаушы, тұтынушы. Тасымалдаушы жүкті тасымалдауға қабылданғаннан кейін және ол жүк алушыға берілгенге дейін берген адамға егер ол жүктің жоғалуы, жетіспеуі немесе бүлінуі анықталған жағдайда болған жүктің қауіпсіздігіне жауап береді және жүктерді тасымалдау кезінде келтірілген зиянды тасымалдаушы. Сабақты бекіту сұрақтары: жүк дегеніміз не? Жүк жөнелтуші, жүкті қабылдаушы, тасымалдау процесі, логистика дегеніміз не?